Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құрамында марганец, магний, калий мен мыс бар. Сонымен қатар осы элементтер қан айналымды жақсартып, иммунитетті көтереді, әлсіздік пен шаршауды жеңуге қабілетті фасольдан жасалған салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Ең алдымен фасолімізді жуып тазалап, каструлямызға салып қайнатамыз. Бұл шамамен 1,5-2 сағат қайнайды. Осы аралықта пиязымызды, сәбізімізді турап дайындап қоямыз. Фасольдан сонымен қатар түрлі тағамдар, тіске басарлар, тұздықтар әзірлеуге де болады. Енді қазанымызға сары майымызды салып, пиязымызды салып қуырып аламыз. Үстінен күштен өткізілген сәбізімізді салып, тұз, бұрышын салып, бір бұқтырып аламыз. Піскен фасолімізді салып, үстіне майдалап туралған сарымсақты қосып, араластырып, бір бұқтырып аламыз. Міне біздің өте элементке бай салатымыз дайын болды. Адам ағзасына өте пайдалы элементтерге бай бұршақтардың бірі. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.